Барлықтарыңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сізге хачапури по-аджарскийдің ең керемет рецептісін ұсынамын. Сізге де осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Қамыры өте жұмсақ және де ірімшігі созылып, керемет болып шығады. Ең алдымен ыдысқа жылы сүт құямыз, одан соң жылы су құямыз. Үстіне қант және дрожжи саламыз. 2 ас қасық ұн салып араластырамыз. Ашытқы көтерілгенше бетін пленкамен жауып 15 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. 15 минут өтті, ашытқының үстіне тұз салып сұйық май құямыз. Үстіне електен ұн өткізіп, жұмсақ қамыр илейміз. Ыңғайлы болу үшін басында венчикпен араластырып, одан соң 5 минут қолмен иледім. Қамырды ыдысқа салып, бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Қамыр жақсы көтерілді, осы қамырымызды ортасынан 2-ге бөлеміз. 2 бөлігінде дөңгелек формаға келтіріп, бетін жауып, тағы 10 минутқа қойып қоямыз. Салмасын дайындап бастаймыз, ол үшін ірімшікті үккіштен өткіземіз. Мен хачапуриге арнайы сулугуни ірімшігін алдым. Ірімшіктің үстіне сүт құйып араластырамыз. Салмамыз дайын. Қамырды қалыңдығы 4-5 мм-дей болатын сопақша дөңгелек етіп жаямыз. Противенге орналастырып, салмасын салып бастаймыз. Салманы видеодағыдай салып, 2 жағынан орап, лодочка формасын жасаймыз. Ортаңғы жағына да ірімшік салып шығамыз. Жан жағына жұмыртқаның сарысын жағып, 220 градус қызып тұрған пешке 15 минутқа саламыз. Он 15 минуттан соң хачапуриді пештен алып, ортасын ашып, жұмыртқаның сарысын саламыз. Тағы да 2 минутқа пешке саламыз. Хачапури дайын болды, өте дәмді болып шықты. Рецепт сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған сымбат, сау болыңыздар.